Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Менің отбасым». Тема сегодняшнего урока «Моя семья». Мақсаты мәтін оқып, сұраққа жауап беру, ережені еске түсіру. Цель урока – прочитать текст, ответить на вопросы и вспомнить правила. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер. Қыдыруға шығу, выйти гулять, дәмді, вкусный, салқын, холодный. Қайталайық. Қыдыруға шығу, дәмді, салқын. Балалар, жаңа сөздерді дәптерге жазамыз. Енді мына суретке мұқият қараймыз. Суретте не бейнеленген? Суретте отбасы бейнеленген, е? Ендеше, балалар, отбасы мүшелерін еске түсірейік. Ребята, на картинке вы видите семью. Давайте вспомним членов семьи на казахском языке. Ата, әже, әке, ана, әпке, аға, қарындас, іні. Тағы бір оқиық. Ата, әже, әке, ана, әпке, аға, қарындас, іні. Жақсы балалар. Енді екінші тапсырма мәтінді оқы. Прочитай текст. Бірге оқиық. Менің отбасым үлкен. Менің отбасымда 8 адам бар. Олар атам, әжем, 2 інім, қарындасым, мен, анам және әкем. Бүгін бәріміз қыдыруға шықтық. Мәшинеміз көлік тұрағында қалды. Таңертең бәріміз театрға бардық. Қазір анам мен әжем сауда үйіне кетті. Сауда үйі дәмхананың қасында. Дәмхананың алдында балаларға арналған алаң бар. Алаңның іші кең. Мансұр екеуміз доп ойнап жүрміз. Қарындасым ролик теуіп жүр. Міне, атам отыр. Оның қасында досы бар. Атамның досының иті орындықтың қасында жатыр. Әкемнің жанында алпамыс отыр. Ол әлі кішкентай. Бізбен ойнай алмайды. Қазір бәріміз қонақ үйге барамыз. Қонақ үйде жақын жерде тұр. Әне, анау қонақ үй. Ол сауда үйінің жанында орналасқан. Қонақ үйдің іші салқын. Ал ондағы мейрамхананың тағамдары өте дәмді. Қазір сонда бар тамақ ішеміз. Біз осылай тату-тәтті өмір сүреміз. Жақсы балалар, мы с вами только что прочитали текст про большую семью, да? Теперь обратите внимание, как используются новые слова в предложениях. Потом прочитайте самостоятельно текст вместе с переводом. Келесі үшінші тапсырма, сұраққа жауап бер. Мы сейчас будем отвечать на вопросы по тексту. Бірінші сұрақ. Олжастың отбасында қанша адам бар? Сколько человек в семье Олжасы? Қалай жауап береміз? В этом предложении мы должны с вами найти вопросительное слово. Вопросительное слово здесь «қанша», «сколько». Чтобы ответить на этот вопрос, вместо вопросительного слова «қанша» нужно поставить ответ. Таким образом, мы сможем ответить на вопрос. Олжастың отбасында қанша адам бар? Олжастың отбасында 8 адам бар. То есть ответ звучит: в семье Олжаса 8 человек. Келесі сұрақтарға осылай жауап береміз. Ребята, на последующие вопросы отвечаем также. Вместо вопросительных слов нужно поставить ответы. Это задание устно. Ответы на эти вопросы
высылайте голосовым сообщением учителю. Келесі, ребята, давайте с вами вспомним, какие вопросы мы с вами проходили. Мы с вами проходили вопрос «Қайда?», «Кімде?», «Неде?», имеющие окончание «да», «де», «та», «те». И вопросы «кімнің?», «ненің?», имеющие окончание «ның-ның», «дың-дың», «тың-тың». Вспомнили, ребята? Теперь давайте сделаем задание. Төртінші тапсырма А нұсқасы кестені толтыр. Вам нужно заполнить таблицу. Вам нужно будет в тексте найти слова, отвечающие на эти вопросы. Мысалы, қайда? Где? Отбасымда, в семье. Қайда? Көлік тұрағында. Где? На парковке. Вам нужно будет найти слова в тексте, отвечающие на вопросы кімде, неде, кімнің, ненің. В каждой графе должно быть по несколько слов. Келесі үй тапсырмасы. Төртінші тапсырма Ә нұсқасы. Мәтіннен түсінгенің бойынша сурет сал. Ребята, вам нужно будет в тетради нарисовать рисунок по тексту. То есть вам нужно нарисовать то, что вы поняли из текста. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.